Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Өмірде түрлі тағдырды көру, оны бастан кешіру, оны сезініп көру тек актерларға тән қасиет. Ендеше, бүгін бізде қонақта сол қасиеттерге толы Ілияс Омаров атындағы Қазақ драма театрының актері Курсанбаев Өмірбек. Сәлеметсіз бе, Өмірбек мырза? Қош келдіңіз. Осындай тығыз графикпен уақыт тауып келгеніңіз үшін көптен көп рахмет. Алғашқы. Сіз өзіңіз жайлы біздің көрермендерге толық айта кетсеңіз жақсы болар еді. Жақсы, сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Менің есімім Курсанбаев Өмірбек. Қазіргі таңда Ілияс Омаров атындағы өзіңіз айтқандай Қостанай облыстық Қазақ драма театрында әртіс болып жұмыс атқарамын. Жалпы қазіргі таңда Астана қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің 4-ші курс студентімін. Ұстазым Лейла Ақназарқызы. Жақсы, рахмет көп. Өмірбек мырза, осы өнер жолына, театр әлеміне қалай келдіңіз? Кім түрткі болды? Немесе өзіңіздің қалауыңыз ба? Жалпы өнер жолына қалай келдіңіз болғанда, барлығымыз жалпы өнер жолына мектеп кезінен бастап аяқ басамыз. Ол қалай? Мектептегі сахналарға жүргізуші болып шығамыз. Болмаса, мынандай қызық жағдай бар. Жалпы мен үйде мектептен келем. Мектептен келген кезде үйдегілердің барлығы кино қарап отырады. Қазақстан арнасынан кино қарап отырады. Оны барлығыңыз көрген шығарсыздар. Фильм бар ғой. Иә. Соны қарап отырады. Барлығымыз жиналамыз да соны қараймыз. Сосын менде сол кезде сол ой кетеді. Неге барлық менің үйдегілерім телевизордан не үшін ол шетелдің киноларын қарайды? Неге өзіміз түсірмеске, неге теледидардан менің отбасым мені көрмеске деген ой болады. Сосын сол оймен, сол арманмен жаймендеп аяқ басып, театральный не бар, мектептер бар, соларға қатысып. Қазір бүгін өзбек әлінің қойылымы болады, білесіз ғой? Соның режиссері Берхан Төкенов. Ол Астанада Айбала деген бір театр ашқан. Соған бардым. Жалпы менің өнерге келуіме бірден бір себепкер болған кісі сол Берхан Төкенов. Дядя Берік деп атайтынбыз. Содан кейін барып универға түстім. Шабытқа, жаңағы Лейла Ақназарқызына. Ол кісі енді бірден универға келген сәттен бастап сендер өнерден кетіңдер деген сияқты айтқан. Неге? Себебі өнер жолының қиын екенін, бәлкім сендердің жүрген жүрістерің басқа болуы мүмкін. Сендер бәлкім әнші болулары мүмкін. Болмаса сендер жақсы басқа да бір телефон ойлап табулары мүмкін, камера ойлап табулары мүмкін деген сияқты ниетпен кетіңдер деп айтқан болатын. Бірақ сол біз 30 адам болып түстік. Соның арасынан қазір 4-ші курспыз, 22 адам қалды. Шыдай алмағандар болды. Солай өнер жолына аяқ бастым деп айтуға болады. Керемет жауап, рахмет. Рахмет. Өзіңіз үшін сахна деген не? Сахнаны қалай сезінесіз? Жалпы сахна деген 3 этапқа бөлсек болады. Сахна деген нәрсені. Ол жеке өзім үшін. Әрбір әртіс адам болмаса, музыкант болсын, әрбір адам басқаша біледі. Мен үшін сахна деген ол біріншісі тәрбие. Яғни қалай сахнаға шыққан адам тәрбиелігін көрсетеді деп айтамыз ба, болмаса тәрбие береді деп айтамыз ба? Тәрбие береді деген жақсырақ келетін шығар. Екіншісі сахна ол шындық. Неге шындық? Себебі сахнаға шыққан адам өтірік алдай алмайды. Никак өтірік алдау келмейді. Сахнаға шыққан адам шындық. Сосын жалпы әртістердің, актерлардың бір кімнен екен білмеймін, естігем. Сахна деген не деп айтады? Сахна деген әртістердің ғибадатханасы деп айтады. Өте дұрыс. Сол 3 этап сондай нәрсе. Ең алғашқы рөліңіз есіңізде ме? Мектеп табалдырығында немесе осы универде ойнаған? Иә, есімде. Мектеп табалдырығында дегенде ол жай нелер ғой. Универға түскенімді айтып берейін, иә. Универда 1-ші курс оқып жатырмыз. Біз этюд көрсеттік. Білетін шығарсыз. Жануарлар боламыз. Сол жерде Мауглиді қойғанбыз. Сол кезде Шерхан. Ол енді өзім жаныма қатты жақын рөлдердің бірі. Себебі енді жақсы шыққан, өте күшті. Қазіргі таңда группаластарының барлығы сол Шерхан деп атайды. Өте күшті шыққан көремін.
сол. Сіздің ойыңызша жақсы актер болу үшін адам бойында қандай қасиеттер болу қажет? Так. Жақсы актер болу үшін адамның бойында қандай қасиеттері керек? Жалпы римас туминас қой деймін. Айтады, мен актерлардың актерлық қабілетіне қарамаймын, олардың адамгершілігіне қараймын деп айтады. Бірақ Болат Атабаев, қателеспесем, ең жаман адамнан жақсы актер шығуы мүмкін дейді. Яғни белгілі бір қабілет керек деп ойламаймын. Енді талант болу керек, сосын еңбек керек. Талант пен еңбек қосылған жерде өте мықты адам болып шығады. Ол тіпті сіз музыкант болсаңыз да, кез келген салада. Сол. Рахмет. Ашық. Қай рөліңіз өзіңізге ең жақынында, жүрегіңізден бір орын алатын рөліңіз бар ма? Шерханнан басқа. Шерханнан басқа? Бар. Ол осы Ілияс Омаров театрында бір туған нағашы Мақсаттың рөлі. Не үшін? Себебі ол жерде жалпы отбасылық құндылықтарды түсіндіріп өтем мен өзім жеке. Қараңыздар, ондай болмаңыздар. Біздің айналамызда қаншама адамдар бар, аяғы істемейтін адамдар бар. Бірақ қалай айтуға болады? Ойын бөлініп кеткенше. Жалпы сол Мақсат рөлі. Сондай бір жүрегіңізден орын алатын рөлдерге қалай дайындаласыз? Қандай жаттығулар жасайсыз? Қалай дайындаласыз? Иә. Жалпы актерлар негізі кез келген рөлге дайын жүру керек деп ойлаймын. Формада болу керек біз. Егер біз формада болмасақ, белгілі бір рөлге келеміз деп ойламаймын. Жаңағыдай жаттығулар жасайсың. Сахна тілінен дайындаласың. Сахна тілінің ұстазы менде Қадыр Қашқабаев, сол кісінің үйреткен заттарын дайындаламын. Сізде осындай бір сахнада күлкілі немесе ыңғайсыз сәттер болып тұра ма спектакль барысында? Ондай көп болады. Әр спектакльде болады ондай. Соның біреуін айтып кете аласыз ба? Ертегі деген айтып берейін, иә? Мен ертегіде күшіктің несін аламын, күшіктің киім киіп аламын. Енді ертегі кішкентай балалар келеді ғой? Кішкентай неше? 5 жастағы, 4 жастағы балалар келеді ғой? Жаңағы киіп аламын ғой. Ең бірінші шығам. Негізі күлдіру үшін шығам ғой. Ана балалар келген шулап келді, сосын барып анда енді бірден шыға қалған кезінде ана балалар тып-тыныш болып қалады да. Тып-тыныш болып бірден жылап бастайды ғой. Енді ана жерден не істеймін? Білмеймін ана жерден не істейтінімді. Әйтеуір сол балалар жылап қойды. Сол еді ертең. Керемет. Рахмет. Сіз осындай өнер жолында қиындықтармен қалай күресесіз? Бір жұмысқа деген зауқыңыз болмай қалған кездерде? Жалпы жаңа айттым ғой, біз барлығымыз бір формада болуымыз керекпіз деп ше. Енді мысалға бізді кейбір рөлдерге алмауы мүмкін, осы рөлге түскім келеді, бірақ алмауы мүмкін, келмей қалуымыз мүмкін. Творческий кризис деп айтамыз ғой. Сондай болып жатқан кезде менде не болады? Жаңағы залға барам. Залға барып дайындаламын. Залға барған кезде бір басқаша неше? Басқаша атмосфера болады. Мен дайынмын. Олардың көзқарасы бойынша дайын емес шығармын, бірақ мен өз көзқарасым бойынша дайынмын деген сияқты. Залға барып дайындаламын, болмаса өзім фортепианоның қасына барамын да, ән айтамын. Солай күресемін. Сізде осы... Еще кітап оқиды екен ғой. Қандай кітаптар оқыдыңыз? Соңғы оқыған кітабым Гауһар тас. Керемет. Оқыдыңыз ба? Иә. Сұрақ қояйын ендеше. Қойыңыз. Ыбыршыштың махаббаты қаттырақ болды ма Салтанатқа әлде Қайыркенова? Ыбырш өзі кішкентай кезінен әкесінің тәрбиесінен сондай бір жабық, тұйық болып қалған ғой. Меніңше ол махаббатын көрсете алмаған секілді. Әкесінен қорқып, немесе өмірдің өзі солай үйретті ме? Иә. Бірақ Қайыркеңнің махаббаты қаттырақ секілді. Менің ойымша, наоборот. Неге?
себебі ең соңында Ыбыш айтады әкесіне барып. Молаға барған кезде Қайыркен мен әкесі молаға барған кезде Ыбыш отырады. Олардан алдын барып отырады, салтанатты жоғалтып алған үшін. И сосын әкесі екеуі сөйлеседі. Сөйлескен кезде былай айтады: әке, өзің емес пе кінәлі? Сен мені осылай тәрбиелеген. Неге сен мені осылай тәрбиеледің деген сияқты. Сол моментте менде андай сезім болды. Ыбыштың махаббаты Қайыркеннен қаттырақ па деген. Жалпы сол Гауһартасты оқыған адамдардың барлығы Қайыркеннің махаббаты қаттырақ деп ойлайды да. Мен көп адамдардан сұраймын, оқыған кітапты оқыған балалардан. Барлығы айтады: Гауһартас. Театрдағы бір үлкен апай бар. Күлей апай. Күлей апайдан сұраймын: апай, қайсының махаббаты жақсырақ десем, Ыбыштың деп. Менің ойымша Ыбыштың. Ол да дұрыс. Бірақ сіз көріп едіңіз оның спектаклін емес киносын? Жоқ. Онда Әнуар Бұрынбаев ойнайды. Бұрын оны тастан деп айтатын, біз кітабын оқи келе Ыбыш екенін білдім. Солай. Жақсы, келесі сұрақ. Армандаған рөліңіз бар ма? Так, армандаған рөлім прям бір армандаған рөл жоқ, бірақ отрицательный бір персонаж алғым келеді. Соны бір соңына дейін жеткізгім келеді. Бізге жалпы көрермендерге всегда положительный геройлар қызығырақ, отрицательный геройдан қарағанда. Бірақ оқиғаның барлығын сол отрицательный геройлар алып жүреді. Сол. Жаман кейіпкерлер дейсіз ғой? Иә, жаман кейіпкерлер. Сахнаға шықпас бұрын сізде толқу болады ма? Сіз оны қалай жеңесіз? Негізі, иә. Любой кез келген актерда толқу болады. Өз рөлін уайымдамаған адам сахнаға, білмеймін, ондай болмайды шығар актерларда. Уайымдап шығады. Бізде Олжас аға бар. Олжас аға айтқан: сен бассейнге дейді, секіретінен алдын қорқасың дейді. Қорқасың, бірақ сен бассейнге секіреп кетуің керексің. Әйтпесе сен қорқып тұра беретін болсаң, сен бір орында тұрып қаласың. Яғни ол жерде не айтқым келді? Біз толқуды сахнаға шығып қана жеңе аламыз. Сахнаға шыққан кезде жаңағы толқу, барлық нәрсе кетіп қалады. Сол сахнаға шыққан кезде өзіңнің бәлкім сөзіңді ойлайсың, өмір сүресің, сонымен өзімен кетеді. Рахмет. Өте керемет жауап. Сізді шабыттандырады. Айта беріңіз. Сізде, жаңа қиын кезеңдер деп жатырмыз ғой. Сол кезде сізді шабыттандыратын не нәрсе, осы сахнаға қарай итеретін, итермелейтін? Өте жақсы сұрақ. Сізді шабыттандыратын не нәрсе? Мені шабыттандыратын менің қатарластарым. Неге? Себебі мына бала істей алса, мен неге істей алмаймын деген. Менің де қолымнан келеді. Барлығымыз бір уақытта туылдық. Оның менен ешқандай қандай артықшылығы жоқ. Сол нәрсе шабыттандырады. Сосын кішкентай Өмірбектің арманы шабыттандырады. Сол кішкентай Өмірбектің бір естеліктері бар ма тағы да? Жаңағы келін персонажынан басқа. Иә. Мен вообще ойламадым, дайындық. Осыған сұхбатқа дайындалмастан жапшы. Андай нәрсе болған. Папам айтып отырады: сен кішкентай кезде дейді, ауылдағы барлық үлкендер жинап аласың дейді, барлығын үйіне кіріп шығасың дейді, тағылда кіріп шығасың дейді, и бәрін шақырып аласың дейді, соларға концерт беретінсің дейді. Ана не бар ғой? Ана ән бар ғой? Жанары оттай жанып жүрегімді, соны айтатынсың дейді. И сосын мынандай бар дейді. Мынандай бір тақырып бар екен менде. Айқайлап тұрып айтамын дейді. Мен батырмын, жолда келе жатырмын, оң қолыма оқ тиіп, жерде құлап жатырмын деймін да, резко құлап қалады екен. Солай бүкіл өнеріңді көрсететінсің деп айтады. Соған сағыз алып беретін дейді, 5 теңгелік. Солай. Керемет. Біздің эфирдің соңына да келіп қалған сияқтымыз. Өнерге жаңа қадам басып келе жатқан жастарға қандай бір кеңес айтасыз өзіңізден? Өнерге жаңадан аяқ басып келе жатқан жастарға берілмеңіздер. Кішкентай кезіңіздегі арманның соңына дейін жетіңіздер.
сол рахмет. Рахмет.